Қалтасында көк түйін жоқ, бірақ көңіл жүретін жігіттер болады. Бүткіл подъездегі апалар таң атпай құттықтап жүреді. Сәуле апа, 8 март мерекеңізбен. Елена Васильевна, с праздником! Ондай ғұмыр тырысып жүретін ағалар болады. Жұрттар әйелдерін отырғызамыз деп қапылып жүрсе, үйіне бір мөші қан қалып ет алып келеді. Қайықта 8 мартына итті қақтағана Еленаны дұрысты. Ғұмыр жол болмайды жігіттер болады осындай. 8 март күні отырысқа барамын деп, жұмыстан қашып, жолда авария болып, ертесі күні түсініктемесі отырады. Дым қысылмайтын жігіттер болады. 8 март күні клубқа, кафеге қазақша киіммен кіріп кетеді ғой. Еще 14-інде де Жермексиде сонымен жүреді до конца. Дар мерекелеріңмен. Осы мекемеде осындай апашкалар болады ғой. Список киіп атты. Негізі демалыс еді, жігіттер бірдеңе берем деп жұмысқа шығарып алды ғой деймін. 8 мартта қыздарды отырғызып белжем жейтін ағалар бар ғой. Қыздар, көреміз. Қыздарды қарсы аламыз, жігіттер қол соғамыз деймін. Ордастары 8 мартта келіншектерін отырғызып отыр, соңында ең соңында кетті. Қатындар, мерекелеріңмен деп.